мына бір кісі телефон шалып қалып еді, мына өшіп қалды ғой деймін, түсіргенім бекер түсіргенім жоқ болып кетті. Мына қараңыздар, шұңқыр көше. Юлдашев көшесі дейді. Жаркент қаласы, Панфилов ауданы. Мына жерде базар. Мына базардың, мына көшенің бойында не тұрады екен, сатушылар. Сол бір комиссия келеді деп, бәрін қуып жіберіпті деп айтты бір адам. Көшенің тұрғыны. Мына қараңыз. Тасты үйіп қойыпты, адамдардың өздері сөйтіп қойған шығар. Көліктері түсіп кетеді ғой қайта-қайта. Сол үшін тротуар жоқ, ешқандай тротуар жоқ. Ештеңе жоқ. Мынау күн ыстық болғанда, өте ыстық. Просто невозможно, честно скажу. Прям ысып кетті. Мына жолдың түрі мынау міне. Қала толған қоқыс, жолдары шұңқыр, ойық. Ешқандай не жұмыс жасалмайтыны көрініп тұр. Не, Жетісу облысының әкімі айтқан несі. Біз облыс бойынша бірінші орын алдық по благоустройству деп. Енді мен Жаркент қаласының өзі мынандай болып тұрса, ауылының тұрғандай екен. Бара алмай қалдым, шын десем, үлгермей жатырмын. Бүкіл ауылдарды аралап шығайын деп едім, кеше Ақжазыққа ғана бардым, болды. Міне түрі осындай. Мынау музей. Қазір мен үше келе жаттым. Мынау Юлдашев деді ме, баға кеше айтып еді. Көшесі орталық қой. Тура орталық. Міне өстіп. Тұр. Мен жер өтіп кетейін. Жолдың түрі мынау. Жолдың түрі мынау. Келісіп отыр мынау. Жаркенттің орталығы. Қалай өтсем екен мына жерден? Мына базар мына жер. Бұл базар бұл Жаркентте орталықта орналасқан. Қаптаған машина. Естуімше кеше бір адам айтты. Комиссия келеді деп, мына жердің бәрін осы көшенің бойында адамдар не жасайды екен, сауда жасайды екен. Сонда машина жүргілмей қалады екен. Соны комиссия болады деп, мына бәрін шығармай қойыпты халықты. Сол үшін бүгін мына жер кішкене бостау дейді. Әйтпесе мына жерден өте алмайсың деп маған видеосын жіберген осы жердің тұрғыны. Мына қараңыздар, қандай лас қала шашылып жатыр. Жолы мынау, тротуар деген алмеймін, жоқ, ештеңе көрінбейді. Ештеңе жоқ қой айтқанда ше. Машина деген қаптап жүр. Анау жақта не? Музей. Осы жердің музейі бар. Елдің бәрі сол музейға барады. Мына қараңыз. Шұңқыр.